Оразада орындау керек 8 амал. Баршаңызға сәлем, құрметті көрермен. Сіздермен бірге дертке шипа арнасы. Ораза кезінде мұсылман адам қандай амалдарды жасауы керек? Бүгін біз сіздерге оразаның 8 маңызды амалын айтатын боламыз. Сәресін ішу. Сәресі таң намазына дейін ішілетін тамақ. Бұл ораза кезінде адамның күні бойы қуатталуына көмектесетін ең маңызды сүннет амалдардың бірі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сәресі ішіңдер, өйткені сәресіде береке бар деген. Бұл хадис сәресі ішудің тек денсаулыққа ғана емес, рухани тұрғыда да пайдалы екенін көрсетеді. Сәресі мұсылмандар мен басқа діндегілердің оразасы арасындағы айырмашылық. Сәресі ішуге болатын уақыт. Сәресі ішудің соңғы уақыты таң намазының кіру уақытына дейін, мүмкіндігінше таң намазына жақын уақытта ішу ұсынылады. Өйткені бұл сүннетке сай амал. Үмметім таң намазына жақын уақытта сәресі ішетін болса, жақсы болады. Ахмет. Сәресіде не жеуге болады? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сәресіге құрма жеген. Сәресі ішіңдер, тіпті бір жұтым су болса да, өйткені сәресіде береке бар деген. Сәресіге пайдалы тағамдар: көмір су, нан, ботқа, күріш, макарон, энергия көзі, ақуыз, ет, жұмыртқа, айран, ірімшік күні бойы тойымды жүруге көмектеседі. Майлар, жаңғақ және зайтын майы ағзаға ұзақ уақыт энергия береді. Көкөніс пен жеміс. Соңынан су, ағзаның сусызданбауы үшін өте маңызды. Ал зиянды тағамдар, ащы, тұзды тағамдар тез шөлдетеді. Қанты көп тағамдарды жесеңіз, инсулин жылдам көтеріліп, кейін аштық тудырады. Газдалған сусындар болса, асқазанға ауыр әсер етеді. Сәресі ішудің денсаулыққа пайдасы: күні бойы қуат береді. Көмір сулар мен ақуыздар ағзаны ұзақ уақыт бойы тойымды ұстайды, қан құрамын тұрақтандырады. Дұрыс тамақтансаңыз, қант деңгейі бір қалыпты болады, асқазан ішек жолдарын қорғайды. Аш қарынға бірден тамақ ішпегенде асқазан қышқылынан сақтайды, шөлді азайтады. Су мен пайдалы майлар ағзаны ылғалдандырады. Сәресі кезінде ішуге болатын сусындар: су, айран, сүт, көк шай, шөп шайлар, компот, табиғи шырындар. Ал зияндылары кофе, қара шай, газдалған сусындар, олар асқазанды бұзады. Сәресі ішу сүннет пе, әлде парыз ба деп жүргендер бар шығар. Сәресі бұл сүннет амал. Егер бір адам сәресі ішпесе де, немесе ұйықтап қалған жағдайда да, оның оразасы дұрыс болып саналады. Бірақ егер түнде ұйықтап қалатын жағдай болса, ниет етіп жатқан абзал. Ал сәресі ішу үлкен сауап әкеледі. Сәресі берекелі ас, оны қалдырмаңдар. Бір жұтым су болса да ішіңдер, өйткені Алла мен оның періштелері сәресі ішкендерге рахымдылық тілейді делінген. Сәресі ішуді қалай ұйымдастыруға болады? Уақытты дұрыс белгілеу. Таң намазынан 30-40 минут бұрын тұрып асықпай ішу, алдын ала жоспарлау. Кешкісін жеңіл сәресін дайындап қою. Көп су ішу. Күні бойы шөлдемес үшін 2-3 стақан су ішіп алу керек. Сәресіде дұға жасау. Тамақтан кейін Алладан күннің жеңіл өтуін сұрап дұға ету. Келесі амал ниет ету. Ниет кез келген ғибадаттың басты шарты. Ораза ұстамас бұрын адам жүрегімен ниет етуі керек. Яғни күндізгі уақытта тамақ пен сусыннан бас тартатынын білу, оразаның кім үшін, Алла разылығы үшін екенін түсіну, қай уақытқа дейін ораза ұстау керектігін білуі керек. Хадисте іс-әрекеттер ниетке байланысты делінеді. Оразаға қалай ниет ету керек? Оразаға ниет жүрекпен жасалады. Яғни адам өз ойында ертеңгі күннің ораза екенін түсініп, сол бойынша оразасы қабыл болады. Мысалы, ниет ету: мен Алла разылығы үшін ертеңгі оразаны ұстауға ниет еттім. Ниетті міндетті түрде дауыстап айту шарт емес, жүрекпен қабылдау жеткілікті, бірақ ауызбен айту мұстахаб, ұнамды амал. Ниет етудің уақыты:
Рамазан ораза үшін ниет таң намазда дейін жасалуы керек. Сәресі уақытында егер адам сәресіде ояна алмай қалса, бірақ кешке ораза ұстаймын деп ойлаған болса, оның оразасы дұрыс болады. Ниет етудің ең маңызды ережелері. Жүрекпен бекіту керек. Бастысы ораза екенін түсіну. Рамазан ораза үшін таң атқанға дейін ниет етіп үлгеру керек. Келесі амал. Оразада Құран оқу және зікір айту. Рамазан айы қасиетті ай. Бұл айда ораза ұстаумен қатар Құран оқу және зікір айту өте сауапты амал болып саналады. Бұл уақытты барынша тиімді пайдаланып, Алланың сөзін оқу, зікір айту арқылы жүректі тазартып, иманды күшейтуге үлкен мүмкіндік бар. Оразада Құран оқудың маңыздылығы. Құран дәл осы айда түсірілген. Рамазан айы адамдарға тура жол ретінде Құран түсірілген ай. Бақара сүресі 186 аятында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Рамазанда Жәбірейіл періштемен Құранды толық қайталап оқитын. Құран оқу арқылы күнәлар кешіріледі, жүрек тынышталады, иман күшейеді, періштелер жаныңызға жиналады. Хадисте кімде-кім Құраннан бір әріп оқыса, оған бір сауап жазылады, ал бір сауап 10 есе көбейтіледі делінеді. Рамазанда Құран оқу ең үлкен құлшылықтардың бірі. Күніне кем дегенде бір пара оқуға тырысу керек. Ораза кезінде Құранды қай уақытта оқуға болады? Сәресі уақытында таң намазына дейін Құран оқу жүрекке ерекше әсер етеді. Таңғы және түскі уақытта, күні бойы бос уақытта Құран оқумен өткізу керек. Ауыз ашар алдында дұға қабыл болатын уақыт. Осы кезде Құран оқуда сауапты. Тарауых намазынан кейін. Тарауықта Құран тыңдап, оны кейін оқып түсінуге болады. Оразада Құранды қалай оқыған дұрыс? Құранды дұрыс оқуға көңіл бөлу. Тәжәуид ережелерін сақтай отырып, әдемі оқу. Құранның мағынасын түсіну. Әр оқыған сүренің мағынасына назар аудару. Құранды жаттау. Күнделікті уақыт бөліп, жаңа сүрелер жаттау. Хадисте Құран оқыңдар, өйткені ол қиямет күні өз оқушыларына шапағат етеді делінген. Оразада зікір айтудың маңыздылығы. Зікір бұл Алланы еске алу. Жүрек тыныштығын береді, күнәларды өшіреді, ризықтың молаюына себеп болады. Оразада қандай зікірлер айту керек? Субханаллах, Алла кемшілік атаулыдан пәк, әлхамдулла, барлық мадақ Аллаға, Аллаху акбар, Алла ұлы, ла илаха иллалла, Алладан басқа тәңір жоқ, астағфиралла, Алладан кешірім сұраймын. Хадисте кім субханаллах ва бихамдиха деп 100 рет айтса, күнәлары теңіздің көбігіндей болса да кешіріледі деген. Құран оқу Рамазан айының ең маңызды ғибадаты. Зікір айту болса, жүректі тыныштандырады және күнәларды өшіреді. Келесі амал, намазға мән беру керек. Рамазан ораза ұстаумен қатар намазға ерекше көңіл бөлетін ай. Бұл айда намаздың орны ерекше, өйткені ол Аллаға ең жақын болудың жолы. Күндіз оразамен, түнде намазбен айналысқан адамның күнәлары кешіріледі, жүрегі тазарады және иманы күшейеді. Оразамен намаздың байланысы. Құранда адамдар үшін тура жол көрсету үшін Құран түсірілген ай. Намаз оразаның маңызды бөлігі. Ораза тәнді тазартады, намаз рухты тазартады. Егер адам ораза ұстаса, бірақ намаз оқымаса, оразаның кемшілігі болады. Көбісі осыған мән бере бермейді. Ораза ұстаған адам намаз оқу міндетті екен бекітіп ешкім айта қоймайды. Ораза ұстайтын адам намаз оқу керектігі жайында ешкім бекітіп айта алмайды. Намазың болмаса да ұстай береді деген ол, ал намаз талқыланбайтын амал болғандықтан намаз оқу шарт сізге міндетті түрде, ал оқымай бірден тек қана ораза ұстаймын деген ол сәл оразаның кемшілігі болады деген сөз. Кімде-кім Рамазан айында шын жүректен ораза ұстап, түнгі намаздарын оқыса, оның барлық күнәлары кешіріледі. Ораза кезінде намазға қалай мән беру керек? 5 уақыт намазыңызды қаза қылмай оқу.
тарауых намазын қалдырмау. Құран оқумен қатар дұғаға көп уақыт бөлу. Нәпіл намаздарын орындау. Адамның ең алғашқы сұралатын амалы намаз. Егер намаз дұрыс болса, басқа амалдар да қабыл болады. Рамазанда 5 уақыт намазға ерекше мән беру керек. Таң намазы. Сәресі уақытында ойы болғандықтан бұл намазды өткізіп алмау керек. Бесін намазы. Түскі уақытта дұға жасап, Алладан кешірім сұрайтын уақыт. Екінті намазында Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам екінті намазын оқымаған адам үлкен зиянға ұшырайды деп ескерткен. Ақшам намазы. Ауыз ашар уақытымен тұспа-тұс келеді. Дұға қабыл болатын уақыт. Құптан намазы. Тарауихпен бірге оқылады. Бұл түнді ғибадатпен өткізудің жолы. Тарауих намазы Рамазанның ең үлкен нығметі. Кімде-кім Рамазан айында имаммен және сауап алу үмметімен тарауих намазын оқыса, оның өткен күнәлары кешіріледі. Тарауих тек Рамазан айында оқылатын ерекше түнгі намаз. 20 ракағат оқу сүннет. Кейбір жерлерде 8 ракағат оқылады. Мешітте жамағатпен оқу үлкен сауап. Бұл намазда Құран толық оқылады. Сондықтан мешітте тыңдау үлкен пайда береді. Намазға берік болудың жолдары. Азан айтылғанда дереу орнынан тұру. Жұмысты намазға қарай ыңғайлау. Намазда жұмысқа емес, жұмысты намазға қарай ыңғайлау керек. Намаз оқитын орта қалыптастыру. Намаз оқуды әдетке айналдыру. Намазға ниет ету. Намазды күнделікті дағдыға айналдыру керек. Оразада сонымен қатар сізге көптен көп садақа беру керек. Рамазан берекелі ай. Бұл кезде жасалған әрбір қайырымды сара сауап алады. Солардың ішінде садақа беру ең ізгі амалдардың бірі. Бұл айда мұқтаж жандарға көмектесу арқылы күнәлар кешіріліп, ризық молаяды, жүрек сумсарып, иман күшейеді. Ораза және садақаның байланысы. Ораза сабыр мен тақуалықты үйретеді. Садақа адамды сараңдықтан құтқарады. Екеуі бірге Алла разылығына жетелейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам адамдардың ең жомарты еді. Ол Рамазанда оның жомартылығы күшті желдей есіп тұратын. Рамазанда садақа берудің пайдасы. Күнәлардың кешірілуі, қиындықтардан құтқарады, байлықты арттырады, оразаның кемшіліктерін толықтырады, қиямет күні көлеңке болады. Сабыр сақтау және жаман сөздерден аулақ болу керек. Ораза айы сабыр мектебі. Адам күнделікті әртүрлі жағдайларға кезігеді. Аштық пен шөлге шыдау, ашу мен ызаға ерік бермеу, біреудің сөзіне ашуланбау, қиындықтарға сабыр ету. Ораза жартылай сабыр, ал сабыр сыйы жәннат делінген. Жаман сөздерден аулақ болу керек. Жаман сөздерге не жатады? Өсек айту, біреудің артынан жаман сөз айту, ғайбат жасау, біреудің кемшілігін айту. Егер рас болса ғайбат, өтірік болса жала. Ұрыс керіс, ашулану, айқайлау, алдау, өтірік айту, біреуді алдау, боғауыз айту, бағалағаттау, дөрекі сөйлеу, бұның барлығы жаман сөз. Кімде-кім ораза кезінде жаман сөзден сақтанбаса, Аллаға оның тамақ пен судан бас тартқаны қажет емес делінеді. Соңғысы ауыз ашар дұғасын оқу. Ораза ұстаған кісі үшін екі қуаныш бар. Бірі ауыз ашқан кезде, екіншісі Раббысымен кездескен кезде. Ауыз ашар Рамазанның ең қасиетті сәттерінің бірі. Бұл уақытта Алладан сұралған дұғалар қабыл болады. Ауыз ашу Алланың берген нығметіне шүкіршілік ету. Ауыз ашу дұғасы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның ауыз ашу дұғасы мынадай: Аллахума лака сунтуа ғала ирзиха афтарту. Уа Алла, сенің разылығың үшін ораза ұстадым және сенің берген ризық несібеңмен ауыз ашамын. Ауыз ашар дұғасының қабыл болуы. 3 адамның дұғасы қайтарылмайды. Ата-ананың баласына жасаған дұғасы, ораза ұстаушының ауыз ашу кездегі дұғасы және жолаушының дұғасы.
Сондықтан ауыз ашарда өзіңіз үшін Алладан кешірім, мейірім сұрау, отбасыңыз үшін жақындарыңыздың амандығын тілеу, ауыз ашатын уақытты кешіктірмеу керек. Міне құрметті көрермен, осымен видеомыз аяқталды. Ақпаратымыз пайдалы болса, арнамызға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып, қоңыраушаны баса кетуді ұмытпаңыздар. Тұтып жатқан оразаларыңыз қабыл болсын, дендеріңіз сау болсын. Келесі видеода кездескенше аман сау болыңыздар.